Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер? Иә, мен әлгі Санатпын. Саянның үйлері тойында күйеу жолдас болған. Міне біз бүгін Саянның жұбайы Гүлнұрдың дүниеге сәби әкелуіне байланысты дайындық жүргізіп жатырмыз. Және соған арналған тілектерді алдағы уақытта тамашалайтын боласыздар. Міне бүгін Саянның ұстазы Айжан Сапарқызынан тілек көреміз. Қандай тілек тілейсіз төрәліге? Енді міне бүгін ақ түйенің қарны жарылған күнден қазақта дүниеге перзент келіп жатыр екен. Саян әке атанып жатыр. Осы үлкен қуанышымен шын жүректен куратор ретінде құттықтаймын. Үлкен азамат болсын Төрәлі. Деніне саулық тілеймін. Жаңағы ата-анасының ғана емес, халқының ұлы болып кейін біз мақтанып жүрейік. Менің осы бүгінгі тобындағы Саянның қуанышына ортақпыз. Ғұмырлы болсын, бақытты болсын семьясымен де, жалпы осындай достарының арасында өстіп кейін біздің халқымыздың қалаулы, еліміздің елеулі азаматы болсын. Бәрекелді. Төрәлі жігіттердің төресі болсын деген ниетпен біз одан әрі қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Негізі өмірде адам кисточканы екі рет ұстайды екен. Біріншісі бейнелеу өнер сабағында, екіншісі әйелі босанған кезде. Міне бүгін Саянның әйелі босанып отыр, бірақ мен кисточка ұстап отырмын. Қазір айым көлікті сәндеп жатыр. Төрәлі отыратын көлік. Құрметті туыстар, құрметті таныстар, міне біз бүгін дәл қазір радионың алдында тұрмыз. Қазір осы арадан Гүлнұр шығады. Саян ұлды болды. Құтты болсын. Сендерді осы кішкентай болғанмен шын жүректен құттықтаймыз. Ең басты денсаулық, бауы берік болып, үлкен азамат болып өссін. Иә, ұлдарым өздеріне серік болып, үлкен азамат болсын. Ал Саян Гүлнұр, нәрестелердің бауы берік болсын. Сендерді шын жүректен құттықтаймын. Төрәлі үлкен азамат болып өссін. Осындай тек қана қуанышты кездерде ғана кездесіп жүре берейік. Саян Гүлнұр, сендерді бүгінгі бақыттарымен шын жүректен құттықтаймыз. Сендердің осы балаларының қызығын көруге әрдайым болатын, соған жазсын. Және де осымен тоқтап қалмай Қазақстан Республикасының тағы да азаматтары мен азаматшаларын көбейте беріңдер. Саян Гүлнұр, поздравляю вас, первенцем, желаю вам счастья, здоровья, поздравляю. Төрәлі, сенің құрметіне орай мен бір ән шырқағым келіп тұр. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосып алмай жүрміз. Болам мен де сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, ай көресің. Бүгін дүниеге келген балалардың бәрі ұл екен. Саянның да ұлы дүниеге келді. Иә, Төрәлі жігіттердің төресі бол, мықты азамат бол, ержет. Саян, ұлыңның бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, сендердің қуаныштарың болсын, Гүлнұр екеулерің махаббатты болыңдар, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Қуаныштымыз, шардан келдік, бауырымыздың кішкентайының бауы берік болсын. Атын Төрәлі қойыпты, орны төр болсын, барлық жақсылықты тілейміз. Міне жолдастары бәрі келіп жатыр екен, студент. Күйеу жолдас бағына да міне тұр екен. Бәрлеріне құтты болсын алтындар. Балаларым.
Halı tatlı olsun. Немерелі болып жатырсыз. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Көңіл күйім бестеуге де болады. Өйткені немерем ұл бала. Аты Төрәлі. Соған қуаныштымын, өздерің де келдіңдер міне шығарып алуға. Рахмет. Осы атты қоюдағы мәнісі не осы аттың? Төре деген енді адамның, мысалы тұлғалы адамды төре дейді ғой. Соған байланысты төре деп әлі деген жалғасы бар енді. Ол енді бола берсін деген мағынаны білдіреді. Әмин, бола берсін. Төрәлі жігіттердің төресі болсын. Төрәлі төрде болсын ол дейді. Төрде отырсын. Шаңырақтарыңыздың берекесі болсын. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Болам қателесіп кетсең, мен төрешін. Ал Саян, досым, құтты болсын. Рахмет. Шаңырағыңның берекесі болсын. Рахмет. Төрәлі. Осы Төрәлінің атын қалай деп қойдыңдар? Иә, Төрәлінің атын көп ойландық. Ат қою деген ол үлкен мағына, үлкен бір жауапкершілік қой негізінде. Көптеген аттарды атасы мен апасына жібердік. Көптеген аттар болған. Бір мағынасы бар, жақсы аттар несіндерін бірін қойып деп Төрәлі деп қойдық. Төре деген неге десең ол төре деген сөз ол негізінде сыйлы құрметті деген мағынаны береді екен. Өзінің ортасында сыйлы болсын, құрметті болсын деп, жігіттердің төресі болсын деп, туған апасы, Гүлнар апасы Төрәлі деп қойды. Иә, сен Саян өзің де сыйлы адамсың, біреуді сыйлата да білесің, біреуді сыйлай да білесің. Төрәлі де солай болсын, біреуді сыйлатып, өзі сыйлағанымыз. Рахмет. Міне бұл Төрәлінің әкесі десе. Қандай әсердесің? Ол керемет әсерде мынандай міне жазулар жабыстырып алдық және. У меня родился сын деп. Қазір осының орнына біздің де Land Cruiser'ымыз келеді, ақ Land Cruiser'ымыз көресіздер. Королла ма? Иә, Land Cruiser. Land Cruiser, корова. Сәлеметсіз бе? Бауы берік болсын. Сіз нағашы апасы боласыз ғой, иә? Немереңізге қандай тілек айтасыз? Үлкен азамат болсын, ауырмай жүрсін, тек қана жақсылық болсын. Нағашы атасы келді. Ассалаумағалейкум аға, бауы берік болсын. Немереңізге тілек айтып жүрсіңіз? Атасы немересіне не тілек айтады? Тек қана аман болсын, біздің қызығымыз, қуанышымыз болсын. Әке шешесі, туған туысқандары бәрі аман, өздерінің аман болсын. Бала сонда әке шешесі мен бала ғой. Домбыраның жақсысы ағашынан, жігіттің жақсысы нағашыдан дейді. Өздеріңіз сияқты мықты нағашыға тартса, бала жаман болмайды. Рахмет. Гүлнар байқапты шлешницадан. Қалай Саян? Ұлымды қолына алған қалай екен? Қандай көңіл күйдесің? Міне ұлым Тосын сәке. көңіл күйдім. Сөзбен жеткізе алмайсың. Я сенің басындағы бақты әрқай жігіттің басына берсін. Қалай? Құда қайда? Құда. Жазулар қай? Жазулар ұстап тұрды. Міне біз
қазір жас жұбайлардың ортасында тұрмыз. Міне, менің оң жағымда Саян және оның қолында өзінің ұлы тұңғыш ұлы Төрәлі. Гүлнұр, көңіл күйің қалай? Бәрімізде көңіл күй күшті. Ал ағасы, сен тілегіңізді айтып жүрміз өзіңіздің немереңізге. Әсеріңіз. Мен бүгін міне дүниеге Төрәлі деген немеремге өте қуаныштымын. Осы жиналған жұртқа да сондай риза болып тұрмын. Гүлнұр келінім жолдастарына міне Санат сенің группалас досың міне Саян сыйлап келгендеріңе рахмет айтамын. Мен Гүлнұр келініме молодцы Гүлнұр. Бес бүгін. Немере сыйлағаным үшін. Гүлнұрге 5 қойып жатыр, 5 қойып жатыр. Нағашы атасы. Саянға неше қоясыз? Саянға да 5 қоямын. 5 қойды Саянға да. 6 Саянға. Қуанып тұрмын. Бірінші қуанышым балам аман есен. Одан кейінгі қуанышым міне жиенім дүниеге келгені қуанып өрісіміз келіп қуаныш енді қуаныш сөзбен айтып жеткізе алмайсың енді. Сөзбен айтып жеткізе алмайсың, іспен жеткізіңіз сонда. Міне арадай. Қане іспен. Жүрекпен ғана жеткізесің. Жүрекпен. Сезінесің. Ал жақсы. Рахмет. Келгендеріне рахмет. Мына стаканымыз шықпайық енді. Loving, I need it now. When I'm without you, I'm something weak. Міне Саян ағасы оператордан сұхбат алған өте қызық болып тұр. Көңіл күйіңіз қалай? Бажасы. Төрт аяқты бота тату, 2 аяқты бажа тату дейді. Бажалар қаншалықты татусыздар? Өте тату екен, өте тату. Керемет. Көңіл күйіңіз, әсеріңіз қандай? Мәз. 180-мен ұшып келіпті, 180-мен. Біз ана жақтан маршрутпен 40-пен ұшып келдік қой, айланып семейді. Міне бір тағы бір таныс тұрып тұр, бұл таныстырдың көңіл күйі қандай екен? Білейік. Көңіл күйім керемет. Гүлнұрдың группаласы Саянның досымын. Бүгінгі енді қуаныштарына ортақтасып келіп отырмын. Кішкентай нәрестелері ғұмырға ұзақ үлкен бір азамат болсын. Соңға еш болып кеттім. Төрәліге арналған тілектердің бір шамасымен куә болдыңыздар. Біз не қосамыз оған? Төрәлінің бауы берік болсын, жақсылық үнемі қасында серік болсын деген ниетпен біз өз сюжетімізді аяқтаймыз. Тоқтархан Басқат, Ілиясов Санат, арнайы 3-ші роддомнан.